Сәлем оқушылар, бүгін біз пробный тесттегі 2407 нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрағымызға келетін болсақ, қатаңдығы 1000 ньютон метр, 1000 ньютон бөлінген метр, салмағы 100 ньютон болатын кездегі динамометрдің серіппесінің абсолютті ұзаруы дейді. Ең алдымен формуласын жазсақ, салмақ жақсы. Салмақ бұл бізде салмақ ауырлық күшіне тең, ауырлық күшіне тең деп қарастырып аламыз. Яғни төменге қарай бізде әрқашан ауырлық күші, ал жоғары қарай серпімділік күші тартып отырады. Осы екеуі теңескен кезде бізге x-ті тап деген. Яғни салмақтың формуласы f ауырлық күші осы күйі жазылып тұра берсін. Қатаңдық дельта x. Осы жерден дельта x тауып алатын болсақ, ауырлық күшін бөлеміз қатаңдыққа. Сонда дельта x-іміз 100-ді 1000-ға бөлгенге тең болады, ол 0,1 метрге. 0,1 метр А жауабында тұр екен. Келесі екінші сұрағымыз бізде массасы 100 грамм оқ, жылдамдығы 300 метр секундпен қозғалса, оқтың импульсі. Импульсінің формуласы м көбейтілген в. Массаны айналдырып аламыз. 100-ді 1000-ға бөлетін болсақ, ол килограмм айналады. Сонда 0,1-ді 300 метрге көбейтетін болсақ, бізде 30 килограмм метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Бұл в жауабында тұр. Келесі бізде үшінші сұраққа көшетін болсақ, алюминийдің массасын тап деген екен. Бізде зат мөлшері деген нәрсе бар, оны нью деген әріппен белгілейміз. Зат мөлшерінің формуласы бойынша массаны малярлық массаға бөлгенге тең. Енді малярлық масса берілген, бізде зат мөлшері, яғни кешірім сұраймын. Малярлық массасы 27 бөлінген оның 3 дәрежесі минус зат мөлшері 300 мольға тең. Осы жерде массаны таба аламыз. Сонда 300-ді массаны табатын болса, осы жерде 27 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіне көбейткенге тең. 300-ді біз 3 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі деп жазып алсақ болады. Сонда 27 мен 3-ті көбейтсек 81 болады. Дәрежелер көбейтілетін болса, сандар көбейтілетін болса, дәрежелер қосылады. Сонда минус 3-ті 2-ке қосатын болсақ, бізде 10-ның минус 1 дәрежесі болады. Оның минус 1 дәрежесін үтірді солға қарай жылжытсақ, мына дәреже жойылып кетеді. Сонда 8,1 килограмм деген жауап шығады екен. Дұрыстап жазайық, 8,1 килограмм. Ол жауап бізде тұр екен. Аморфты денелерге жататын зат. Аморфты денелер дегеніміз ол балқу температурасы жоқ, қатты денелер, яғни біркелкі болып келмейді. Қанттың, сосын графит, ас тұзының, олардың несі, балқу температуралары бар. Яғни олар кристалл деп аталынады, үш затты. Үш зат, яғни мынау, мынау, мынау үшеуі бізде кристалл. Кристалл, бетке жазайын, кристалл болады. Кристалл қатты заттар болады да. Ал шыны бізде осы жауап келеді. Аморфты болып келеді. Аморфты деген, яғни балқу температурасы жоқ. Шыныны мысалға белгілі бір температурада ол балқып кетпейді. Балқу деген нәрсе ол сұйыққа айналу деген нәрсе ғой. Яғни шыныны қандай градуста жалпы сұйыққа айналатынын білмейміз біз. Ол не істейді? Сұйыққа айналмайды да. Шыны деген нәрсе оны ысыта беретін болсақ, яғни температурасын арттыра беретін болсақ, ол нәрсе керісінше сынады, тек қана сынады, балқымайды. Ал мына заттардың барлығы ол балқиды, яғни белгілі бір температураға жеткен кезде сұйық күйде болады да, ал шыны бола алмайды. Сондықтан ол аморфты дене деп аталынады. Түсіндік деп ойлаймын. Келесі сұраққа көшсек енді. Бізде бірдей металл шарлар, осы Q1, Q2, Q3 зарядтармен, осындай зарядтармен зарядталған, оларды түйістіріп қайта орнын алып келетін болса, әр шардың заряды
түйістіріп орын алып келген кезде барлығының мәндері бірдей болу керек. Қарасақ 2Q, 4Q, 3Q бұл жатпайды. Әрқайсысы әртүрлі мәндер. Мына жерде де әрқайсысы әртүрлі. Үшіншісі мен С мен Д келеді екен, Енді біз дәл мәнін табу үшін мынандай бір формуланы қолданамыз. Q тең болады зарядтардың жалпы түйістіріп қайта орын алып келетін формуласы Q1 қосылған Q2 қосылған, яғни арифметикалық ортасы ғой, бөлінген 3-ке болады бізде. Сонда 4Q плюс пен минус бізде минус болып тұр ғой, минус 8Q. Сонда минус береді, 8Q азайтылған, тағы да мына жерде минус болғандықтан азайту болып кетеді. 2Q бөлінген 3 болады. Үстіңгі жағынан бізде минус 6Q деген шығады, астыңғы жағынан 3. Сонда минус 2Q. Әрқайсының заряды минус 2Q-ға тең. Ол жауап бізде Д жауабында тұр екен. Мына жауап келмейді. Келесі есебімізде математикалық маятниктің ұзындығын 4 есе арттыратын болсақ, тербеліс периоды. Тербеліс периодының формуласы бойынша Т тең болады 2π L бөлінген G болады бізде. LG деп жаттап алсақ болады. Түбір асты толығымен болады. Яғни мына жерде біз L-ды 4 есе арттырамыз. Сонда 4 есе арттыратын болсақ, мынаны Т нолевой деп жазып қойсақ, Т тең болады 2π 4L болып кетеді ғой. 4LG болып кетеді да. 4 түбір астынан бізде 2 болып шығады ғой. Мына жаққа жазылады ғой, Так, былай жазсақ болады біз. 2π көбейтілген 2LG. Бізде 2π LG Т нолевойды береді ғой. Сонда былай да жазсақ болады, Т нолевой көбейтілген 2. 2 есе артады деген сөз. Ол бастапқы жағдайдан көбейтіліп тұрса 2 есе артады деген мағынаны білдіреді. Онда В жауабына сәйкес келеді екен, Түбір астында болғандықтан 4 есе артатын болса, ол түбір астынан шығарамыз, сол кезде 2 есе артатын болып кетеді. Бізде айнымалы тоқ берілген, оның ұштарындағы кернеу осындай заңдылықпен өзгереді дейді. Т-ның мәні берілген, сосын Т-ның мәнін осы жерге алып келіп қоямыз. Қойған мезетте 10 вольт болған кезде кернеудің амплитудалық мәні. Амплитудалық мәні деген УМ-ді сұрап тұр. Яғни максимал мәні. УМ-ді табатын болсақ, бізде формула бойынша У бөлінген синус омега Т болады, У-дің мәні берілген, бізде У-дің мәні 10 вольтқа тең. Енді бізде омеганың формуласы бойынша қалай еді? 2π бөлінген Т емес па? Осына омеганың орнына қоямыз. Үстіңгі жағында 10 болады. Синус 2π бөлінген Т. Т-ның орнында бізде Т бөлінген 12 деген бар ғой. Периодтың 12-ге бөлінісі. Мына жерде периодтар кетіп қалады. 2 мен 12 қысарады, 6 қалады. Сонда мына жерде синус π бөлінген 6 деген қалады. 10. Пи бөлінген 6 бізде пидің мәні 180. 180-ді 6-ға бөлетін болсақ, 30 болады, Яғни, мынандай ғой, синус пи бөлінген 6. Так, мынаны былай қарай жылжытамыз. Синус пи бөлінген 6 бізде, синус 30-ға тең. Синус 30-да бізде мәні білеміз, 0,5-ке тең. Сонда 10-ды 0,5-ке бөлеміз, ол 20 вольт деген сөз ғой. Яғни, оның максималды мәні 20 вольтқа тең. 20 вольт деген бізде Д жауабында тұр. 8-ші есебімізге көшетін болсақ, енді сабын көпіршіктерін түрлі түске бояуын түсіндіретін құбылыс бізде интерференция деп аталынады. Мына 4 нәрсе бізде толқынды оптикаға жатады. Яғни, жарықтың толқын болып таралуын сипаттайды. Толқындық оптика. Бұл теориялық сұрақ, сабын көпіршігінің түрлі түске бояуын түсіндіретін құбылыс. Бұны қазір түсіндіріп отырсам, бір сабақ уақыт арнауымыз керек болады. Жалпы жаттап алуға арналған ғой, теориялық сұрақ.
яғни интерференция, сабынның көпіршігінің түрлі түске боялуы интерференция деп жаттап алсаңдар болады. Келесі есебімізге көшетін болсақ, енді радио қабылдағыш қысқа толқынды 41-75 метр диапазонда жұмыс істейді. Осы кезде жиілігінің диапазоны дейді. Яғни бүйтіп тұр ғой, мынау лямбдада бізге жиілікті таптап тұр ғой. Жиіліктің формуласы бойынша біз жиілік емес, қазір былай айтайық. Лямбда тең болады s бөлінген v көбейту t деген сияқты ғой. Осы жерде s тең болады v көбейту t. Лямбда тең болады v-ны t-ға көбейте салғанға тең. Осы жердегі v дегеніміз ол бізде жарық жылдамдығына тең. Жарық жылдамдығын сонда периодқа көбейткенге тең. Периодты тауып алатын болсақ, жарық керісінше лямбданы s-ке бөлгенге тең болады. Енді біз осы жерден жиілікті табатын болсақ, жиілік ол периодтың кері шамасы емес па? Кері шамасы болса, теңдікті айналдыра саламыз, сол кезде бізде жиілік шығады. Вот, біз жиілігімізді анықтап алдық. Енді диапазон деген, яғни мына 41 метрде, лямбдасы 41 метр болған кезде, жиілігін өлшеп аламыз önce. Одан кейін 75 болғанда өлшеп аламыз. Бөлек-бөлек өлшейміз. Сонда біріншісіндегі жиілігі бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бөлінген 41 болады да. Ол жоқ шамамен бізде 3-ті 41-ге бөлетін болсақ, 0,73 көбейтілген, кешірім сұраймын, бір нөлді қалдырып кеттім. 0,73 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Енді мына жерге үтірді жылжытатын болсақ, біз 0,73 бір үтір жылжытатын болсақ, 7,3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі герц деген жауапты аламыз. 10-ның 6 дәрежесі деген бізде мега дегенді береді, сонда мегагерц болады. Біріншісін таптық, енді екіншісін табатын болсақ, екіншісі бізде 75-ті, жоқ, 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесін бөлеміз 75-ке. Енді 375-ке бөлетін болсақ, бізде 0,104 деген жауапты алады екенбіз. 0,104 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Екі үтір 10-ға қарай жылжытсақ, дәрежесінен 2 дәреже азайтамыз, сонда 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі герц, ол дегеніміз 4 мегагерц дегенді білдіреді. 4 мегагерц, яғни бірінші диапазонда ол 4 мегагерц, екінші диапазонда 7,3 мегагерц деген сөз ол. Ол жауап бізде В жауабында тұр екен. Так, график бойынша газ бірінші күйден екінші күйге өткенде оның ішкі энергиясы. Ішкі энергияның формуласы бойынша 3 бөлінген 2 нью РТ дельта Т болады, ішкі энергия өзгерісі болатын болса. Енді бізде айтылып тұр, қысым тұрақты деп тұр екен. Қысым тұрақты болған кезде бізде В бөлінген Т болады. Константа. Яғни бұны мен қақтан білдім. Мысалға, кешірім сұрайым. Мен мына жерде көлем тұрақты екен. Көлем тұрақты. Сонда П бөлінген Т константа. Үлкен Т болады. Үлкен Т. П бөлінген Т константа. Қараңдар, енді мен П бөлінген Т дегенді қақтан білдім. Негізі, ПВ Т деген мен Клайперон деген ғалымның теңдеуі бар. Бұл осы ПВ бөлінген Т-ны константа деп айтады. Яғни осы жерде, мысалға, қайсысы тұрақты болатын болса, тұрақты деген өзгермейді ғой. Яғни мына жерде қысымы өзгеріп тұр, бірақ несі көлемі өзгермейді. Көлемі өзгермейтін болса, мынаны алып тастаймыз ғой.
Сонда P бөлінген T қалмай ма? P бөлінген T-ны тұрақты деп жазамыз ғой. Мұнан бөлек тұрақты дейміз, мұнан бөлек тұрақты дейміз. Енді қараңдар, бізде қысым өсетін болса, көлемі тұрақты болу үшін температурасы өсу керек қой. Мысалға қара, мына 2 есе өсе ма? Мынау да 2 есе өскен кезде 2 мен 2 қысқарады да, сонда P бөлінген T-ның өзі қалады. Яғни бастапқы көлемі сақталып тұр. Көлем өзгеріссіз деген сөз да. Енді ішкі энергиясы, температурасы артқандықтан ішкі энергиясы да артып кетеді ғой. Сондықтан артады деген жауапты белгілейміз. Басында артады емес, сразу артады. Келесі бізде 12-ші есепке көшетін болсақ, жазық конденсаторлардың электр өрісінде орналасқан газ разрядтары түтікше катод сәулелерінің ауытқуын анықтаңыз дейді. Катод деген ол бізде мына нәрсені айтады. Катод минус таңбалы болады әрқашан. Енді қараймыз. Мынандай бар. Зарядтары плюс заряд, минус зарядтар тартады. И сосын мынандай бір заңдылық бар. Плюс зарядтар әрқашан минус зарядтарға қарай бағытталады. Осын бағытталған кездегі біздегі күшіміз кернеулік деп аталады. Кернеуліктің бағыты жоғарыдан төменге қарай. Ал енді жоғарыдан төменге қарай мына жерде зарядтар именно катодқа әсер етеді. Анодта енді былай қарай әсер етеді ғой. Бірақ қараңдар, бізде мына жерде катод жоғары қарай ауытқиды деп айтамыз да. Неліктен жоғары қарай ауытқиды енді? Соны түсіндіретін болсам, бізде мына бағытын көрсетіп қояйын. Мынаның да бағыты былай қарай болады, катод пен анодтың екеуінің ара қашықтығы өте қазір мына жерге плюс зарядтарға қарағанда алшақ болғандықтан, анод жетіп үлгерем дегенше катодтың бағыты жоғары қарай не қылып кетеді да, ауытқып кетеді. Өйткені плюс зарядтар өзіне қарай тартады ғой минус зарядтарды. Ал мына жақтан минус зарядтар мына катодты тебеді да, яғни жоғары қарай ауытқуға көмектеседі, былай айтқанда. Плюс зарядтар өзіне тартып алады, минус зарядтар тебеді да. Сол кезде не істейді? Ол жоғары қарай ауытқып кетеді. Ал мына анод жетем дегенше бұл жоғары қарай не істеп кетеді? Ауытқиды. Сонда жауабы С болады. Келесі енді 13-ші есепте гармоникалық тербелісін теңдеу дейді. Гармоникалық тербелісін теңдеуі x тең болады xm. xm деген нәрсе бізде амплитуданы білдіреді. Амплитуда тең болады омега, бұл жерде синуспен берілген екен. Синус омега та. Барлығында синус болып тұр ғой. Енді омега дегеннің бізде өлшем бірлігі, жалпы формуласы 2π бөлінген t емес па? Осылай ашып аламыз. Периоды берілген, бізде периодтың орнына 4 қоямыз. Сонда 2π бөлінген 4. 2 мен 4 қысқарады. Мына жерде 2 қалады. Сонда π бөлінген 2. Омега бізде π бөлінген 2-ні береді. xm деген нәрсе ол бізде 5 сантиметр. Сантиметр, қараңдар, сантиметрмен беріліп тұр бұл жерде. Ал біз жалпы халықаралық бірліктер жүйесінде алғандықтан сантиметр метрге айналдырамыз. Көп оқушылар мысалы сантиметр метрге айналдырмай мына жауапты белгілей салу мүмкін да. Бірақ бұл жауап қате. Неліктен? Өйткені 5 сантиметр кейінде берілген. 5 сантиметр метрге айналдырамыз. Әрқашан қыбыжыға келтіреміз. Сонда 0,5. Яғни 100-ге бөлеміз деген сөз ғой. xm 0,5-ке тең. Сонда былай жазылады. 0,5 синус. Жақшаның ішінде жазсаңдар да болады. Жақшаның ішінде тұрады. π бөлінген 2. Одан кейін бізде мына жерде қалдырып кеттім. Фи нолевой деген бар. Фи нолевой ол бізде бастапқы фаза дегенді білдіреді. Яғни толқындардың қай жерден басталатынын білдіреді ғой. π бөлінген 2 т қосылған фидің орнында бізде π бөлінген 4 қой. Осы жауапты аламыз сонда. 0,5 синус π бөлінген 2 т қосылған π бөлінген 4. Ол жауап бізде т-да тұр екен. Жазық айнаның сфералық айнадан ерекшелігі дейді. Жазық айна сфералық деген нәрсе мынау нәрсе ғой. Дөңес және ойыс деген нәрсе болады. Жазық айнаның беті тегіс болады. Ешқандай бір кетір бұдыры жоқ. Өлшемі нәрсенің өлшеміне тең, жалған кескінді береді дейді.
үлкен кішіліктен тура кескін береді, үлкен жалған кескін береді. Одан кейін бізде үлкейтілген және кішіліктеген кескінді береді. Үлкейтілген, кішілтілген. Жазық айнада барлығы біркелкі болғандықтан, яғни қарама қарсы беттен бізде жалған кескін береді да, ал өлшемнің нәрсесін, яғни өлшемі нәрсенің өлшеміне тең болады. Нәрсенің деген, яғни біздің кескін, мысалға біз айнаға қараған кезде дәл сол кескіннің биіктігін аламыз ғой. Бізде мындай Г деген өлшем бірлік бар. Ол нәрсе, яғни кескіннің өлшемін жаңағы мысалы адамның биіктігіне бөлгенге тең болады. Осы екеуінің қатынасы бірді беретін болса, ол жазық айна деген сөз. Яғни өлшемдері тең ғой. H пен H-тың тең болған жағдайда өлшемдері тең болады. Кескіннің биіктігі мен нәрсенің биіктігі тең болған жағдайда ол жазық айна болады. Келесі бізде дененің қозғалыс массасы тыныштық массасынан 2 есе көп. Яғни тыныштықтағы массасы қозғалыстағы массасынан 2 есе көп. Осы кезде бөлшектің жылдамдығы дейді. Бізде мына есепке байланысты, яғни релятивистік қозғалыс деген бар. Релятивистік қозғалыс кезде массасы оның несі артып кетеді ғой бізде. Мына формуламен шығарамыз. 1 алынған v квадрат бөлінген s квадрат деген. Осы жерде біз m-нің орнына 2m нолевой деген жазамыз ғой. Мына жерде табылған бойынша. Өйткені m нолевой деген бізге қысқартып жіберуімізге керек. Жақшаның ішін мысалға s квадраттан береміз. Мына жерден екі жағында не істей салсақ болады? Квадраттай салсақ болады, я? Математика бойынша. Сонда екі жағында квадраттайтын болсақ, мына жағында 4 болады, мына жағында уже квадраттан құтылып кетеміз. Квадратмен, өйткені түбірасы қысқарады. И жақшаның ішінде, бізде мына түбірасының ішінде s квадрат алынған v квадрат бөлінген s квадрат деген шығады. S квадрат теңдіктің ары бетіне өткізсек, бізде 4s квадрат тең болады s квадрат алынған v квадрат деген шығады. V квадрат дегенде теңдіктің ары бетіне так. S квадрат алынған v квадрат болады, я? Так, мына жерде минус шығып кетейін деп тұр ғой. Бізде негізі минус шықпау керек. Қазір қай жерінен қателескенімізді қарайық. 1 алынған v квадрат алынған s квадрат формуласын бір қарап жере салайын. Формуласы қазір. Релятивистік қозғалыс кезіндегі формуласы негізі дұрыс болу керек. 140. Дұрыс. 1 алынған v квадрат бөлінген s квадрат. Так. Мынандай екен ғой. Мына жерде кешірім сұраймын, мен формулада былай қателеспін. Массасы артып кететін болса, ол 1 бөлінген v квадрат бөлінген s квадрат бөлінген болып тұрады екен ғой. Сонда мына беті полный қате болып тұр ғой бізде. Формуладан қате кеттім мен. Ондай болып тұрады. Бәріміз адамыз. Бірақ сендер тест барысында осындай мұқияттылық болу керек. Бір балдан айырылып қаласыңдар. m0ойлар қысқарып кетеді. Екі жағында квадраттай салатын болсақ, бізде 4, мына жерден s квадраттан береміз. Енді қараңдар. 1 бөлінген s квадрат алынған v квадрат бөлінген s квадрат қой. S квадрат несі жоғарыға шығып кетеді. Сонда бізде 4 тең болады s квадрат бөлінген s квадрат бөлінген v квадрат. Астында емес, үстінде болады.
s kvadrat алынған v квадрат 4-ке көбейтіліп кетеді. Яғни мен былай қарай жазсам, сыймай қалайын деп тұр. 4s квадрат алынған v квадрат тең болады s квадратқа. Вот, енді s квадрат теңдіктің сол жағына v квадрат минусмен бірге оң жағына өткіземіз. Сол кезде мына жерде 3s квадрат қалады. Мына жерде 4-ке көбейтілгендіктен 4v квадрат болады. Мына жерде екеуіне де қатысты ғой. Соны жазуды ұмытып кеттім. 4v квадрат болады. Енді біз осы жерде жылдамдықты табамыз. Жылдамдықты табатын кезде 4-ті теңдіктің ар бетіне өткіземіз. Сол кезде 3s квадрат бөлінген 4 и еще квадратының теңдіктің ар бетіне өткізсек, түбірасында болады. Осы жерден s квадраттан s шығады. Түбірасы 4-тен 2 шығады. Түбірасы 3 сол күйі қалады. Сонда түбірасы 3 көбейтілген с бөлінген 2 деген жауап қалады екен. Ол бізде в жауабында тұр. Яғни релятивистік жарық жылдамдығына жақын қозғалған кезде дене массасы артып кетеді ғой. Қаншалықты жылдамдықпен қозғалғанға байланысты бірақ. Мына жерде қателеспеңдер, жаңа мен сияқты. Ол кезде кеміп кетеді. Өйткені неліктен кеміп кетеді? Жоғарыда жазылса. Мынау ненің түбірасының ішінен 0-ден 1-ден кішкентай сан шығады. 1-ден кішкентай санды кез келген санға көбейтсек, ол кезде азайып кетеді, иә? Ал бізде бөлсек керісінше көбейеді. Жауап осылай. 16-шы есепке көшетін болсақ, 700 мына жерде кішкене көшіре салайын, иә? 727 пико метр дейді. Толқын ұзындығы деген бізде 727 көбейтілген 10-ның пико деген өлшем бірлік, нано -9, пико одан кейін -12 деген өлшем бірлік болады. -12 метрге тең ғой. Осы кездегі жылдамдығы дейді. Бізде де Бройлдық толқын ұзындығының формуласы бойынша h бөлінген пи деген формула бар. Пи деген бұл жерде импульс. H бөлінген m көбейтілген v болады. Осы жерден v-ны өрнектеп алатын болсақ, лямбда екенін орнына ауыстыра салсақ болады. Сонда v тең болады h бөлінген m лямбда. V-ны мына жаққа бөлек тауып ала салайық. 6-63 көбейтілген 10-ның -34 дәрежесі. -34 дәрежесі. Дәрежені да кішкене андай сыйғызып жазуға тура келіп тұр маған. 9-1 көбейтілген 10-ның -31 дәрежесі. Мына жерде 727 көбейтілген 10-ның -12 дәрежесі екен. Дәрежелермен бірінші жұмыс жасайық. -31, -12 сандар көбейтіліп тұрса, дәрежелер қосылады. -31-ге -12-ні қосатын болсақ, бізде екеуі де минус болғандықтан қосылады. Яғни қосылады деген 31-ді 12-ге қосып, алдына таңбасын минус қылып қоя саламыз ғой. 43 деген болады. Астына қарай жаза берейін, иә? Шатаспас үшін. Үстінде 6-63. Енді сол минус дәрежесі, -43-ті жоғары қарай шығаратын болсақ, жоғарыда -34 дәреже бар. Ол плюске айналып кетеді, иә? Плюс дәреже азайтылған бізде -34 болып тұр. -34, яғни 43 қосылған -34 ғой. Минус пен плюс минус беріледі, сонда 9 дәреже қалады. 6-63 астында 9-1 көбейтілген 727 деген болады. Көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі деген бар бізде. Енді асын көбейте салатын болсақ, 9-1 көбейтілген 727. Астынан 6615 деген сан шығады екен. 6615 бүтін 10-7. Үстінен 6-63. 6-63 и 10-ның 9 дәрежесі деген бар. Енді бөлетін болсақ, 6-63-ті бөлеміз бізде 6615 бүтін 10-7-ге. Сонда 0,1 деген жуық шамамен сан шығады екен ғой.
0,1 көбейтілген 19 дәрежесі. Бұл бізде 1 көбейтілген 10-6 дәрежесі метр секунд дегенді береді. 3 түр бұлай жылсақ, мынадан 3 алынады. Ол жауап мынау 10-6 дәрежесі мега дегенді береді бізге. Мега дегенді берсе 1 мегаметр бөлінген секундқа тең. Яғни электрон жылдамдығы осыған тең деген сөз. Келесі бізде дененің x-ті екі дененің қозғалыс графиктері кескінделген координаталған уақытқа тәуелділік x-ті теңдеуі дейді. Бірінші теңдеу, біріншісі мына жерден мына жерге дейін барып тұр, иә? Мына жерге дейін деп қарастырайықшы, мысалы. Бірінші теңдеудің несі графигі осы болып тұр ғой бізде. Яғни мына жерді қарастырып алатын болсақ, 0-ден 20-ға дейін 40, 60, 80, иә? Асты қарай сонда 20 жүреміз ғой. Минус 20 болады асты қарай. X-ті графигі бойынша x нулевой қосылған v-т болады, иә? X-тің мәні сонда v нулевой бізде минус 20-ға тең болып тұр. Жылдамдығын тауып алуымыз керек. Жылдамдығын табу үшін мына жерде v және t графигі берілген ғой бізде. Жылдамдықтың формуласы бойынша s бөлінген t, иә? S дегеніміз x алынған x нулевойға тең. Сонда x-ның мәні бізде мына жер 60-ға тең болатын болса, 40, 60, 80 ғой өйткені мына жер 20 деген сияқты, мына жер минус 20. Сонда 60 алынған минус 20 болып тұр ғой. Мына жақты бетіп жазып қоятын. Уақытымыз бізде 20-ға тең. Сонда 80-ді минус плюсті береді. 60-ға 80-ді қосады. 60-ға 20-ны қоса 80 болады. 80 20-ға бөлетін болсақ, жылдамдығы 4 метр секундқа тең. Яғни бірінші ненің жылдамдығы 4 метр секундқа тең деген сөз ғой. Қосылған 4-ті. Осылай 4-тіні тауып ала саламыз да, с жауабын белгілей салсақ болады. Давайте біз енді x1 таптық қой, x2-ді де таба салайық. Формуласы бойынша x нулевой v-т болады, иә? Жоғары қарай келіп тұр. 20-дан бізде екіншісі 80-ге дейін. 20-дан 80-ге дейін жылдамдығын қарастырсақ, 20-дан 80-ге дейін, иә? Сонда 80 алынған 20 бөлінген бізде уақыты бәрі екеуін бір жерде кездескендіктен 20 секунд деп қарастыра берсек. Үстінен 60 шығады, астынан 20. 60-20 бөлсек 3 метр секунд. Яғни 3 метр секундта қозғалады екен, иә? 3 метр секундпен қозғалады деп. Бастапқы нүктесі бізде 20-ға тең. Қосылған 3-т болады. Так, бізде мынау келмей қалып тұр екен, иә? Екіншісі. Сонда мына жерде қате жазған екен. Негізі 3-т болады. Басқалары келмейді. Минус 20-дан бастап тұрған ешқайсы жоқ. С жауабында мына жерде 3-т болады екен. Келесі 18-ші есепке көшетін болсақ, жылдамдығы километр сағатпен берілген метр секундқа сразу айналдырып алсақ, метр секундқа айналдырған кезде бізде 3,6 бөлеміз, сонда 20 метр секунд деген жауап шығады. Яғни осындай жылдамдықпен, бастапқы жылдамдықпен келе жатқан 0,5 үдеумен тежелді. Тежелді деген сөз үдеу минус таңбада болады деген сөз ғой. 40 секундтан кейін ол жол бойындағы бағанадан 80 метр ары қашықтықта болған. Бастапқы бағана мен автомобильдің ара қашықтығы дейді. Автомобиль мына жерде тұрады да. Бұлай қарай келе жатады ғой. Ол тормоз басады ғой. Тормоз басқан кезде мына жерде бір бағана тұрады. Осының жанынан өтеді да, өтіп мына жерге келіп тоқтаған кезде кішкене суретте қате салып жібердім. Осы екеуі бір машина деп қарастыра берейік. Осы жерге келген кезде мынаның ара қашықтығы бізде 80 метр болады. Енді бізге айтып тұр ғой, осы бағанамен
машинаның бас сақпадағы тұрған орны қаншаға тең деп. Түсінді деп ойлаймын. Енді қараңдар. Бізде ең алдымен машина тежеліп тоқтаған кездегі оның скоросты. Тежеліп тоқтаған кезде деп болмай, 40 секундтан кейінгі оның несі жылдамдығын тауып алайық, иә. Жылдамдықтың формуласы бойынша v нолевой минус болады. Неліктен? Өйткені дене тежелді деп айтылып тұр. А т болады, иә. Сонда формула бойынша қоятын болсақ, 20 азайтылған 0,5 көбейтілген 40 болады. 0,5 40-қа көбейтсек 20 болады. 20-дан 20-ны алсақ 0 деген сөз. Яғни соңғы жылдамдығы 0-ге тең. И біз одан кейін арақашықтықты, яғни мына жерден мына жерге дейінгі арақашықтықты тауып алуымыз керек болады. Ол арақашықтықты тауып алу үшін уақытсыз деген формула сала саламыз. v квадрат v нолевой квадрат бөлінген 2. v квадрат бізде 2a болады. Үдеу тежелген дейтін болса, мына жер минус болады. Сонда 0-ден біз v нолевой квадрат, яғни 20-ның квадратын азайтатын болсақ, минус болады. 0-ден 20-ның квадраты 400 болады. Минус 400, астында 2 көбейтілген 0,5 минус болады. Минус пен минус плюс береді бізге. Мына екеуін көбейтсек бізде 1 деген сан болады. 400 1-ге бөлесек 400 метр деген сөз. Яғни тежеліп жүрген кезде 400 метрге қозғалады екен ғой. Мына жерден мына жерге дейін тежелген кезде 40 секунд бойы. Енді бізде бағанадан мына жерге дейін қашықтық керек қой. Ол үшін мына 80-ді азайта саламыз, иә. Шыққанменен азайтсақ бізде 320 метр деген жол арақашықтық болады екен. Келесі есепке көшсек, енді индуктивтілігі дейді. Индуктивтілігі 1 миллигерн Генри деген өлшем бірлік индуктивтілікке берілген. Сол ғалым үлес қосқандықтан. Милли дегеніміз ол бізде білеміз. Оның минус 3 дәрежесі. Бірді жазбай қойсақ болады, иә. Индуктивтілігі осыған тең екен. Қыбыжық айналдырып алсақ, арақашықтығы деп тұр. Арақашықтығы ол бізде d деген әріппен белгіленеді. 3,2 микрометр дегеніміз ол минус 6 дәреже метрді береді. Ауданы енді бізде 10 сантиметр квадрат, метр квадратқа айналдырсақ, сантиметр, яғни 100-ден 1-ді 2 рет жазамыз деген сөз ғой. Ол 10-ның болады, ол 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Яғни 10-ның минус 4 дәрежесі, 10 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Мына жерде 1 дәреже бар десек, сандар көбейтілген кезде дәрежелер қосылады. Сонда 10-ның минус 3 дәрежесі метр квадратқа тең деген сөз. Басқалардың мәндері бізде қыбыжыға келіп тұр. Енді не істейміз? Біз ең алдымен Томсон деген ғалымның формуласы бар. 2π бөлінген L бөлінген C деген. Осы формула арқылы бірінші периодты тауып аламыз. Одан кейін толқын ұзындығының формуласы жарық жылдамдығын периодқа көбейтілгенге тең. Бірақ бізде конденсатор сыйымдылығы, яғни с берілмеген. С-ны қалай табамыз? Біз үлкен с-ны, мынау кішкентай с, жарық жылдамдығы болады. Мына жерде мынаны береді. Үлкен с конденсатор сыйымдылығын табатын болсақ, эпсилон нолевой көбейтілген s бөлінген d деген формуламен табамыз. Яғни мына жерде 1 эпсилон нолевой бізде 8,85. Эпсилон нолевой дегеніміз ол электр тұрақтысы деп аталынады. Минус 12 болады. Көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мына жер 1 нол. Астыңғы жағында бізде 3,2 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі деген болады. Енді дәрежелермен жұмыс жасайтын болсақ, минус 6 жоғары қарай плюс 6 болып өтеді. Мына екеуін қоссақ минус 15, минус 15 пен 6 бізде минус 9 дегенді береді. Дәреже минус 9 болады. Үстің жағында 8,85-ті көбейтеміз. Ешқайсысына 1-ге көбейтеміз, оны өз шығады. Сонда астың жағын 3,2-ге бөлетін болсақ, жоқ шамамен 2-де 76, 56, 25 дейді. 2-де 8 деп алсақ қалай болады екен? Қазір көрейік. 2-де 8 деп алып көрейік.
жауаптармен сәйкес келе ме екен? Жуық шамамен болады. Бізде осындай фарад деп аталынады. Бұл сыйымдылықтың несі, өлшем бірлігі. 2/8 көбейтілген 10 минус 9 дәрежесі фарад шықты. Енді осы жерден периодты тауып алатын болсақ, индуктивтілігі бізде 10 минус 3 дәрежесіне тең. Мына жерде 2/8 көбейтілген 10 минус 9 дәрежесі. Минус 3 пен минус 6 бізде 9 деген ой, кешірім сұраймын. Минус 12-ні береді. Минус 12 түбір астынан шығаратын болсақ, ол түбір асты деген 2-ден 1 дәреже емес па бізде? 2-ден 1 дәрежені 12 дәрежеге бөлетін болсақ, минус 12 дәреже, минус 6 дәреже болады. Оның минус 6 дәрежесі болады. 2/8-ден жуық шамамен бізде 1/67 деген мән шығады. 1/67 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі секунд деп аталынады. Өлшем бірлігі. Мына жерде сонда 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Мына жерде 1/67 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі болады. Екеуі 8 пен 6 дәреже қосылса минус 2 дәреже болады. Көбейтілген бізде 3-ке 1/67-ні көбейте салатын болсақ, примерно 5 деген жауап шықты. 5 көбейтілген 10-ның минус плюс 2 екен ғой мына жерде. Плюс 2. Жауаптар сәйкес келмей қалды, я. Ондай болса, мына жерде біз жуықтағанымыз кішкене қате болып тұрған сияқты. Барлығын жаздым ғой мен, я. 10-ның 2 микрометр. Минус 3 дәрежесі дұрыс. Дұрыс барлығы. Мына жерде жуықтамай жаза салайық. Негізгі мәні мынандай. Так, 8/85-ті бөлеміз 3/2-ге. 2/76 56, 25. Осындай сан шығып тұрған ғой негізі. 2/8 деп ала салдым мен. Мына жер 5 болады. Осыны енді мынаның орнына қоятын болсақ, мына жерде қайтадан жазмай, осы жерге қоя саламыз ғой. Мынаның орнына. Сонда бұдан түбір астынан 1/63 деген мән шығады дейді. 663. 1/663. Осыны 3-ке көбейтіп көрейік. Жоқ, жаңа 4/89 деген жауап шығып тұр. 5 көбейту 10-ның 2 дәрежесі деген сан шығады бізде. Ол резонанс туғызатын қашықтық бізде еще 500 метр болып тұр ғой. 5 километр емес. Жуық шамамен осы шығып тұр ғой. Так, осы есепті мен қайта қарайын. Қайта жіберетін болам. Негізі жауабы 500 метр болып тұр. Мен шығарған бойынша. Мына жерде өздерің шығарып қарап көріңдер. Формуласы осылай болады. Мына 2 формула арқылы өрнектеп шығарамыз ғой. 3 формула арқылы. Менікі қате болса, қатемді тауып астына комментарийге жазып жіберсеңдер болады. Так, мен шығару жолым осылай енді. Қайта бір қарап көрем. Нелерден, есептеулерден қате кеткен сияқтымын. Келесі есепке көшсек, 100 Цельсий бізде. Ғылымда бізде кельвин өлшем бірлікпен өлшегендіктен кельвинге айналдырып алуымыз керек болады. Кельвинге айналдыру үшін Т тең болады. Цельсийді 273-ге қосамыз ғой. Сонда 273-ге қоса 373 кельвин деген сөз. Енді бізде былай тұр. Q тең болады кинетикалық энергияға болған кезде, осы кездегі толқын ұзындығын тап деген. Кинетикалық энергия өте кішкентай молекулалық деңгейдегі кинетикалық энергияның формуласы mv² бөлінген 2-мен шатастырмаймыз. Осы жерде Q емес бізде, кешірім сұраймын.
кәдімгі ие болады. Фотонның энергиясы ғой. Гелий атомның энергиясы. Фотон деп ғой. Гелий энергиясының, яғни өте кішкентай денелердің бөлінетін энергиясының формуласы бізде H ньюға тең. Нью деген бұл жерде жиілік. H дегеніміз бізде мынау Планк тұрақтысын айтады. H нью, сонда кинетикалық энергия бізде молекулалық деңгейдегі денелердің кинетикалық энергиясы 3 бөлінген 2 К бөлінген Т. К дегеніміз бұл жерде Больцман тұрақтысы болады. Жиіліктің формуласы бізде білеміз, алдыңғы есептерде шығарғанымыздай С бөлінген лямбда болады. Орындарына қоятын болсақ, енді H С бөлінген лямбда 3 бөлінген 2 КТ болады. Осы жерден бізге нені табу керек? Толқын ұзындығы. Толқын ұзындығын табатын болсақ, біз не істейміз? Пропорция бойынша шығара салайық. Лямбданы 3-ке көбейтеміз. Сонда 3 лямбда және КТ бар екен, КТ. Үстіңгі жағындағыларын көбейтеміз. Астыңғы жағындағыларын мыналарын көбейтеміз. 2 HC болады. Енді осы жерден лямбданы табатын болсақ, бізде 2 HC бөлінген 3 КТ болады. 3 КТ. 2-ні 663 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі көбейтілген бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болады. Жарықтың жылдамдығы. 3 көбейтілген 1-де 38 көбейтілген 10-ның минус 23 дәрежесі Больцман тұрақтысы деген. Ал бізде 100 градусымыз 373 кельвинге тең. Цельсий градусымыз. Енді бірінші сандар көбейтіп алсақ, 2-де 2 көбейтілген 663 көбейтілген 3 39-да 78. Астыңғы жағында бізде 3-ті көбейтеміз 1-де 38-ге, 2 көбейтеміз 3-те 73-ге. Ол 1544-те 22 деген сан шығады. Дәрежелерін айналысатын болсақ, енді 10-ның минус 23 дәрежесін жоғары қарай көтерсек, плюс 23 болады. Оны 8-ге қосамыз. 31 дәрежесі минус 34 дәрежесімен қосылғанда бізде минус 3 дәреже деген шығады. Минус 31, минус 34, плюс 31, минус 34 бізде минус 3 дәрежені береді. Енді 39-да 78 бөлінген 1544-те 22 бөлетін болсақ, бізде жоқ шамамен 0,0257 6 деп кете береді екен. 0,058 деп ала салайық. Оның минус 3 дәрежесі. Осы жерден енді бізде жауаптармен сәйкестендіретін болсақ, 2-де 6 дейді. Мына жерден қайырған екен. Екі түр алға қарай жылжысақ, дәрежесі не кетеді? 2 дәреже азайтылып кетеді. Сонда 2-де жоқ шамамен алатын болсақ, 58-ді 2-де 6 деп дөңгелектесек болады. Минус 5 дәреже болады. Метр бөлінген, жоқ, дұрыс, метр болады. Жауабында тұр ол. 21-де рентген түтігіне ондаған 100 киловатт кернеу түсетін себебі дейді. Рентген түтігі бізде так. Қазір рентген деп жазып көрейінші. Суреттерін қарайық қазір. Рентген қалай еді? Рентген қазір ұмытып тұрмын. Қазір кішкене тауып алайын. Так, ал келесі сұраққа көшетін болсақ, енді бізде 21-ші сұрақта рентген
21 сұрақта рентген түтікшесі деген бар. Осы рентген түтікшесі арқылы кернеу беретін болсақ, яғни тоққа бір қандай да бір кернеу беретін болсақ, ол жерден минус зарядтар бөлініп шығады да, минус зарядтар осы жазықтықта тебіліп энергия пайда қылдырады. Сол энергия бізде негізі кинетикалық энергия пайда қылдырады. Кинетикалық энергияны фотон энергиясына теңестіріп алсақ болады. Фотон энергиясының формуласы бойынша осылай еді бізде. Толқын ұзындығы қажет болады, өйткені есеп бойынша бізде толқын ұзындығы берілген. Яғни сұрақ бойынша деген ма. Одан кейін бізде жұмыс бар. Жұмыстың формуласы зарядты кернеуге көбейткенге тең. Осы энергиямен жұмысты теңестіретін болсақ, бізде осындай бір формула шығады. Осы жерде лямбданы анықтап алатын болсақ, h бөлінген EU деген болады. Яғни кернеу қаншалықты көбірек болған сайын, соғұрлым толқын ұзындығы азырақ болады. Дәл осы жауапты қарастыратын боламыз. Ол жауап бізде қарасақ, мына жерде жоқ, мына жерде жоқ. Мына екі жауаптың біреуінде толқын ұзындығы көп болады, және толқын ұзындығы көп болады дейді. Кернеу неғұрлым жоғары болса, соғұрлым шығатын сәуленің толқын ұзындығы көп дейді. Екеуі де бірдей болып кеткен, біреуі аз деген жауап болу керек. Яғни мысалға, мына жерде сұрақтың өзінде, яғни жауаптарында қателік бар. Біреуі аз, біреуі көп деп берілу керек еді негізі. Бірінші жауапты белгілейміз, егер де осындай келетін болса. Егер сол жауабың қате болып қалатын болса, онда апелляцияға берсеңдер болады. Негізі аз болу керек біреу. Онда в жауап болады деген сияқты белгілеп жіберсек болады. Келесі сұраққа көшсек енді. 22-ші сұрақта альфа ыдырауы бізде 3 рет болады деді. Альфа ыдырау дегеніміз ол 4-те 2 емес па? 3 рет ыдыраса, үстінде астында 3-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде астында 6, үстінде 12 деген альфа ыдырауы пайда болады. Яғни 12 массалық саны, астында 6 протон саны ыдырап шығады деген сөз ғой. Бетта ыдырауда бізде -1 мен 0. 2 рет ыдыраса, екеуінде 2-ке көбейтеміз деген сөз. Яғни бізде астында -2 деген пайда болады. Астында -2, үстінде 0 деген пайда болады. Осылай біз өрнегіміз жазып аламыз. Уран радиоактивті ыдырауынан, яғни 3 рет альфаға, 2 рет бетаға ыдырататын болсақ, онда бізде 238, астында 92 уран. Осы жерден ыдырап шыққан мән бізде 12, 6 альфа. Яғни 3 рет ыдыраған кезде бізде 12-де 6 массалық саны мен протондар саны ыдырап шығады. Одан кейін бізде бета -2 мен 0-ге ыдырап шығады. Сосын бізде белгісіз бір өрнектің мәні ыдырап шығады. Үстіңгі жақтарындағы нелерді, сандарды, яғни массалық сандары ол, массалық сандарын теңестіретін болсақ, теңестіру үшін белгісіз өрнекте мына жерде x деген бір не бар, санымыз бар. Соны 0-ге 12-ге қосқанда 238 деген мән шығу керек қой. Сонда 238-де 12-ні алатын болсақ, бізде 226. 226 деген, яғни 226-ны 0-ге қосып, оны 12-ге қосатын болсақ, 238 деген мәнді шығарымыз керек. Астында да дәл сондай 92 деген мәнді шығару үшін 6 алынған -2, 6 қосылған -2 болады. Минус пен плюс бізде минус береді. Сондықтан 6-дан -2-ні 6-дан 2-ні азайтамыз. 4, 92-ден 4-ті азайтсақ 88 деген мән қалады. Яғни белгісіз бір өрнектің протондар саны 88, нейтрондар саны, массалық саны 226. Ол примерно бір радий деген элемент болу керек. Массалық санын сұрап тұр, бізге массалық саны үстіңгі жағында болады. Массалық саны дегеніміз ол протондар мен нейтронның қосындысы ғой, ядросы деген сөз ғой. Осылайша. Келесі есебімізде бізде 23-ші есебіміз. 23 пен 24-ті бірге қиып ала салайын. Кішірейтейік.
Так, bizde уран 230, мына жерде 238 деп кішкене қате жазған. 235 болу керек негізі. Өйткені мына жерде малярлық массасы бізде 235 деп беріп тұр ғой. 235 ядросы 92 ядросы бөлінгенде осындай бір энергия шығады. Яғни бір энергиясы бөлінген кезде 200 дегенде 2 көбейту 10-ның 2 дәрежесі деп жазып алсақ болады емес па? Бізде одан кейін мега деген бар. Мега деген ол 10-ның 6 дәрежесін береді. Енді бізде электрон вольт деген бар. Оның өлшем бірлігін беріп қойған. Яғни электрон вольтты джоульға айналдыруымыз керек қой, энергияны табу үшін. Ол үшін 1/6 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі джоуль деп жазсақ болады, иә? Джоуль. Сонда барлығын көбейтетін болсақ, сандарды көбейте аламыз. Бірінші 3/2 болады. Екеуін көбейтсек, одан кейін дәрежелері көбейтілген кезде қосылады, иә? Сонда мына жерден 8 болады. 8-ді -19-ға қосатын болсақ, 10-ның -11 дәрежесі джоуль деген мәлім шығады. Енді біз толық ыдыраған кездегі энергиясын табатын болсақ, ол осы 3 килограмм болатын уранның санының, яғни ішіндегі молекулалар санының бір энергиясына, яғни әрқайсының энергиясына көбейткенге тең болады. Жалпы толық ыдыраған кездегі энергиясы. Осыны есептеп алатын болсақ, енді ең алдымен молекулалар санын табуымыз керек. Ол үшін біз молекулалық кинетикалық формулада біз білеміз, иә, молекулалық кинетикалық деп, оны кешірім сұраймын. Молекулалық физикада ең бірінші формуламыз NNA тең болады m бөлінген m деген зат мөлшерінің формуласы арқылы өрнектеп шығарып аламыз. Осы жерде n-ді тауып алатын болсақ, Na теңдіктің ар бетіне көбейту өтеді. Сонда массаны Na көбейтіп малярлық массаға бөлеміз деген сөз. 3 көбейтілген 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі, я берілген бойынша. Малярлық масса бізде 235 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне тең. 10-ның -3 дәрежесі жоғары қарай өтеді, сонда 10-ның 26 дәрежесі болады. 3-ті 6-ға көбейтіп 235-ке бөлетін болсақ, 0,076 деген мән шығады. Кете береді. Жуықтап осылай алсақ болады біз. Бұл мәнді 2 түр 10-ға қарай жылжытсақ, дәреже азаяды, иә? Мына жер 26 болады. Сонда 7,6 66 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі деген шығады бізде. Одан кейін үстіне қарай толық энергиясын табатын болсақ, осы 7,66-ны көбейтеміз 10-ның 24 дәрежесі и жоғары жақтағы 3,2 көбейтілген 10-ның -11 дәрежесі дегенді жазып аламыз. Дәрежелерін, яғни сандар көбейтілсе, дәрежелер қосылады. Сонда 10-ның 13 дәрежесі болады. Өйткені мына жерде минус таңба болып тұр. Екеуін көбейтетін болсақ, жуық шамамен 24-те 5 деген шығады. Джоуль болады бізде өлшем бірлік. Молекулалар санының өлшем бірлігі жоқ. Жоғарыдақта джоуль болады бізде. Сонда С деген жауап болады. 23-ші есеп осылай шықты бізде. Енді 24-ші есебімізге көшетін болсақ, 24-ші есепті жазу үшін 23-ші есепті өшіруге тура келеді. Түсінікті деп ойлаймын. Егер жазып алатын болсаңдар, тоқтатып жазып алсаңдар болады. Так. Бізде өшіргішпен өшірейік. Өшіргіштің көлемі ұлғайтып. Бастапқы жылдамдығы бар тең үдемелі қозғалған Т уақытта S жол жүреді. Осы уақытта дененің жылдамдығы n есе артатын болса, оның үдеуі дейді. Бірінші, бастапқы жылдамдығы бар деп тұрғаннан кейін жолдың формуласы арқылы анықтап алайық. Үдемелі қозғалады деп айтылып тұр бізде. Тең үдемелі болатын болса, қосу болады, таңбасы. Енді n есеге артатын болса, онда соңғы жылдамдығы бізде n v нолевой деген сөз ғой. Бізде соңғы жылдамдықтың формуласы бойынша v нолевой қосылған ата деген формула бар ғой. V тең болады v нолевой. Енді осы жерден үдеуді тауып алатын болсақ, n v нолевой азайтылған v нолевой бөлінген t емес бе? Енді мына v нолевой деп өзін береді да. Соңғы жылдамдық. n есе артатын болғандықтан n v нолевой деп алдық қой біз. Осы жерден енді v нолевой жақшаның сыртына шығаратын болсақ, n алынған 1 деген шығады бізде, бөлінген t. Үдеу осылай тұра берсін. Жоғар жағынан
Өдеудің орындағы мәнді, мына мәнді өдеудің орнына қоя салатын болсақ, формуланы өрнектеп жазайық. S тең болады v нолевой t қосылған бізде аның орнына анау v нолевой n азайтылған 1 бөлінген t деген қоямыз. V нолевой жақшаның ішінде n азайтылған 1 бөлінген t и астында 2 бар. Үстінде t квадрат бар. T квадрат бар. Мына t квадраттың бір тұсымен мына t астындағы қысқарады. Енді не істеуге болады? Бізде v нолевой t бар, сосын мына жақта да v нолевой t бар ғой. Осын жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. V нолевой t жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде ішінде мына жерден 1 қалады. Қосылған бізде мына жақта n азайтылған 1 бөлінген 2 деген қалады. N азайтылған 1 бөлінген 2. Енді жақшаның ішін орындап алатын болсақ, мынадан 2-ден береміз. Сол кезде v нолевой t жақшаның ішінде 2 азайтылған n қосылған деген ғой. Азайтылған 1 бөлінген 2 деген мәніміз шығады. Осыны өрнекті толық орындап алатын болсақ, енді 2-ге 1-ді азайтсақ 1 болады. Сонда n қосылған 1 бөлінген 2 деген мәніміз шығады. Тең болады s-ке деп жазып қойсақ. Негізі мына жерде жалғастырып жазып жатырмық қой. Енді не істесек болады? Осы жерден v нолевойды тауып алсақ. V нолевойды тауып алатын болсақ, мына жерде 2 бар емес, теңдіктің ар бетіне өтеді да. Сол кезде 2s t жақшаның ішінде n қосылған 1, ол көбейтіліп тұрғандықтан жоғар жағына v нолевойге теңдіктің ар бетіне бөлу болып өтеді. Енді осы v нолевойдың мәнін мына жақтағы a-ның орнындағы v нолевойдың орнына қоямыз ғой. Сонда үдеуіміз шығады. Үдеуіміздің орнына мән табатын болса 2s үстіңгі жағында n азайтылған 1 болады, астыңғы жағында t бар өзі. Астында мынау көбейтілген t n қосылған 1 болады. t мен t-ны көбейтсек t квадрат болады. Үстінде 2s n азайтылған 1 қалады. Астында t квадрат n қосылған 1 болады. Осы жауапты қарастыратын болсақ, бұл жауап бізде с-да тұр екен, е? 24-ші есептің жауабы с болады. Толық есептеп шығарылу жолы болса. Бұл тек қана формуламен шығарылатын есеп, с деңгейінің есебі. Мынандай есептерді енді арасында қиын деп тастап кетулері мүмкін, бірақ негізі мұқият осылай шығаратын болсақ, біріншіден қызығырақ, екіншіден формуланы жатқа білетін боламыз да. Өрнектеуді үйренеміз деген сияқты. Бұндай есептерді жалпы талдап үйрену керек. Өйткені ОБТ-да өте маңызды. Неліктен маңызы бар? Өйткені бір қиын есеп келетін болса, ОБТ-да келесі бір есептер осы қиын есепке шығарылуына байланысты келеді. ОБТ-ның жалпы сұрақ құрастырылуының құрылымдық жүйесі осылай да. Бір қиын есеп келді ма, сол қиын есепке байланысты бір 3-4 есеп келеді. Сондықтан біз қиын есептерді тастап кетпеуіміз керек. Келесі есепке көшетін болсақ, 23 бізде с болды, 24-те с болды. Келесі есепте 25-ші есеп. 25-ші есепті мен бөлек алып алатын болсам, кішірейтеге сурет саламыз өйткені. 25-ші есепте бізде былай берілген блокқа мына жағынан 4 килограмм и төменге қарай болған M1G деген масса, бірінші масса деп қарастыратын болсақ, мынаны бірінші масса деп M1G төменге қарай ауырлық күші әсер етеді. Жоғары қарай бізде Т1 деген керілу күші әсер етеді. Сразу мәнден жаза берейік. Одан кейін бізде мына жақта M2 3,5 килограмм дене бар.
Сосын M3 бізде M3 2,5 килограмм дене бар. Осы 2,5 килограмм дене үшін M3G асты қарай әсер етсе, мына дене үшін M2G асты қарай әсер етеді. Яғни бір кез келген дене үшін ауырлық күші төменге қарай әсер етеді, білеміз. Мына жақтан бізде T2 деген керілу күші пайда болса, мына жерде T3 деген керілу күші пайда болады. Мына денені төменге қарай осы керілу күші тағыдан есе тартып тұрады. Енді осы жерден жүйе құру арқылы Ньютонның екінші заңын жазып алсақ. Бір ескеретін жағдай, осы жердегі T1 бізде жоғары қарай кетіп бара жатыр ғой. Төменге қарай тағы да дәл сондай керілу күшімен T2 деген былай айтқанда күшпен әсер етеді. Қозғалыс былай қарай қозғалады, өйткені 3,5 мен 2,5 қосындысы 6 килограмм, ол 4 килограммның көбірек. Екеуі теңескен жағдайда ғана жіп үзілмей қозғалыста болады деген сөз. T1 T2-ге тең. Енді бірінші мына дене үшін жазып алатын болсақ, жоғары қарай T1 асты қарай M1G. Дене жоғары қарай қозғалып жатқандықтан T1 M1G-ге қарағанда көбірек. T1 азайтылған M1G тең болады M1A болады бізде. Барлық денелердің қосындысы, барлық күштердің қосындысы M-ға тең. Неліктен азайту болды? Өйткені екеуінің бағыты әртүрлі. Біреу жоғары, біреу төменге қарап тұр. Енді екінші дене үшін жазып алатын болсақ, асты қарай M2G тағы T3 әсер етіп тұр. Екеуінің қосындысы. Бізде неліктен бірінші T3 пен M2G-ден бастаймыз? Өйткені T2-ге қарағанда ол көбірек. Төменге қарай әсер етіп тұр ғой дене. Төменге қарай әсер ететін болса, M2G мен T3-тің қосындысы. Мына екеуінің орнын ауыстырып жаза берсек, T3 қосылған M2G без разница. Азайтылған T2 болады. M2A. Үшінші дене үшін жазатын болса, асты қарай M3G, үсті қарай T3 әсер етіп тұр. Бұнда M3G азайтылған T3 тең болады, M3A болады. Жүйені енді қосып жібере салатын болсақ, бізде қараңдар T1 мен T2 тең ғой, сондықтан T1 минус T2. Екеуінің мәні бірдей болғандықтан, біреуінің алдында таңбай минус, екеуін қосып жіберетін болсақ, не істейді? 0-ге тең ғой, жойылып кетті деп қарастырсақ болады. T3, мына жер минус T3. Екеуі қосылатын болса, бір-бірін жойылып кетті деп 0 болады ғой, жойылып кетті деген сөз 0 болады. 0 болады деген сөз ғой. Енді біз қосындыны мысалға M3G-ден бастап жаза берсек болады. Минус M1G қосылған деп жаза берсек болатын еді. Бірақ бізге M3G-ден бастаған ыңғайлы да. Өйткені қосындының орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Біз жоғары жаққа қарай жазайық. Бұнда M3G қосылған M2G болады. Азайтылған бізде мына жерде азайтылған болуының себебі қосу минус пен плюс бізде минусты береді. M1G. Мына жақта жақшаның сыртына мысалы барлығын қосамыз, теңдіктің арғы бетіне A-ны шығарып жіберетін болсақ, M1 қосылған M2 қосылған M3 деп жазып алсақ болады ғой. Яғни былай жақшаны ашатын болсақ, M1A қосылған M2A қосылған M3A деген сияқты жазсақ болады. Өйткені бізде үдеуі тап деп тұр ғой. Үдеуі табу үшін теңдіктің арғы бетіне өткізгенде бөлу қылып өткізе салуға ыңғайлы болу үшін да. M3G-дің мәні бізде M3-дің массасы 2,5 болғандықтан оны 10-ға көбейтсек 25 болады. M2G-дің мәні 3,5 болғандықтан массасы G-ға көбейтсек 35 болады. Азайтылған бізде M1G-дің массасы 4 килограмм, көбейтілген 10 ол 40 килограмм болады. 40 ньютон болады. Астыңғы жағында барлығын қосындысы 3,5-ды 2,5-ға қосатын болсақ 6 деген болады бізде. 6-ны 4-ке қосатын болсақ 10 болады. Осындай бір өрнек шықты. Енді математикалық өрнектеу арқылы жауабын таба саламыз. 25-ті 35-ке қосатын болсақ бізде 60 деген мән шығады. 60-тан 40-ты алсақ 20, 20-ны 10-ға бөлетін болсақ 2 метр секунд квадрат деген жауап шығады. Яғни өдеуі 2 метр секунд квадрат жауабынан сәйкес келіп тұр екен. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке көшсек енді. Келесі есеп бізде контексті есеп екен. Контексті бірінші оқып алайын. Қонақ бөлмеге қалалық желіде қосылатын
220 вольт кернеуде 100 ватт қуат өндіретін 8 қылсымды, қылсым деген нәрсе как үйдегі не бар ғой? Кәдімгі шам ше, сап-сары болып тұратын шам бар ғой, үйдегі арзан шамдар. Так, суретін оны саламайды екен мен. Сол шамдарды айтады. Мына ішінде болып тұрады осындай. Ақ түсті емес бізде. Сары светті жанып тұратын шамдар болады. Соны қылсымды шамдар деп атайды. Орысшасын ұмытып қалып тұрмын. Енді сонда 8 қылсым шамнан аспа шам деген мынау люстраны айтады ғой. Ілінген. Үй иесі біраз уақыттан кейін оның барлық шамын дәл сондай шамдармен алмастырды. Себебі қолданыста болған қылсымды шамдардың кедергілері артатынын оқыған еді. Шамды ауыстырған соң аспа шамның жарықтылығы дейді. Қараңдар. Бізде жарықтылық деген нәрсе ол ток күшімен өлшенеді. Ток күші қаншалықты көбірек болатын болса, ол жерде жарықтың жарықтылығы бар ғой, кәдімгідей. Жарықтың яркий болып тұрады деген сияқты болады. Яғни қаншалықты жарық шашуы осы ток күшіне байланысты болады. Ток күші формуласы бойынша кернеуді кедергіге бөлгенге тең емес па? Кедергісі артатын білгеннен кейін ол кедергісін азайту мақсатында шамдарды алмастырды ғой. Сонда кедергісі азаятын болса, яғни кедергісін азайтты ғой. Өйткені кедергілері артып кеткен шамдардың кедергісін шамдарды ауыстыру арқылы кедергісін кемітеді. Сол кезде бізде жарықтылық артады. Ток күші артқанның есебінен. Яғни жарығырақ жанады ғой. Негізі байқасаңдар болады, просто бізде андай үй жағдайларында көп бүйтіп шамға қарай бермейміз ғой. Негізі біраз жанып тұрған шамдар, ол кедергісін артып кету себебінен не қылады? Жарығын кішкене жарықтылықты нашарлатады. Кедергісі көбейіп кеткен әсерінен. Ток күшін есептейміз. Енді ток күшін есептеу үшін ең алдымен бізге берілген шарттарға байланысты. Қуат берілген, бізде кернеу берілген. Осы жерде кернеудің формуласы бойынша кернеуді қуаттың формуласы бойынша кернеуді ток күшіне көбейткенге тең. Осы жерден ток күшін табатын болсақ, қуатты кернеуге бөлеміз. Мұнда 100-ді бөлеміз 220-ға. Ол бізде қазір есептеп аласылайық. 100-ді 220-ға бөлетін болсақ, жоқ шамамен 0,45 деп кете береді. Ампер болады. Ол А жауабына келіпті. Кедергісін табатын болсақ, кедергіні мына жерден анықтап алсақ болады. Яғни кернеуді ток күшіне бөлеміз деген сөз. 220 вольтта бөлеміз 0,45 дегенде кете беретін бөлетін болсақ, 220 бөлінген 0,45 дегенде 484 деген жауап шығады. 484 Ом. Ол бізде Д жауабында тұр. Шамдардың жарықтылығының өзгеру себебі кедергісі кему әсерінен ғой. Мына жерде көрсеттік. Кедергісі кемейтін болса, ток күш көбейеді. Соның әсерінен жарықтылық көбейеді. Яғни кедергісі кемейді. Енді 31-ші есепте бізде қылсымды шамдардың кедергілерінің арту себебі мынада ғой. Кедергінің формуласы өзінің негізгі формуласы бар. Кедергінің жалпы неге тәуелді кедергі? Ол осы жердегі кедергі коэффициенті деген болады. Сосын кедергі, яғни қылсымды шамдардың ұзындығы деген болады, ауданы болады. Қалыңдап кететін болса, бұл жерде ауданы артатын болса, кедергі кемейді керісінше. Бұл жауап сәйкес емес. Одан кейін бізде мына жердегі коэффициент, яғни кедергі коэффициенті әрқашан тұрақты мәнде. Әр дененің өзіндік тұрақты кедергі коэффициенті болады. Яғни бірақ нәрсе бізде ол жердегі сымның ұзаруының әсерінен кедергісі артып кетеді. Мұна артамайды, қалыңдығы қысқарамайды. Қысқару деген бар ма екен, қалай? Қылсымның қалыңдап қысқаруы дейді. Бұл кемейді.
Қалыңдап деген ол мынау артады да, мынау кемиді деген сөз ғой. Бұл жауап сәйкес келмейді бізде. Қылсымды жіңішкерет, қалыңдап ұзаруы дейді. Қалыңдап ұзаруы. Осы жауап келеді бізге. Қылсымның жіңішкеріп ұзаруы дейді. Өткізгіштігінің, қылсымның материалының электр өткізгіштігінің артуы дейді. Жоқ, бұл келмейді. Электр өткізгіштігінің артуы болатын болса, ол жерде зарядтардың ағыны көбірек болады да. Зарядтардың ағыны көбірек болатын болса, ток күші артады ғой. Ток күші артатын болса, бізде зарядтың формуласы бойынша кену бөлінген у емес па? Мынау артып кететін болса, мынау кеміп кетеді. Бұл жауапта сәйкес емес. Мына жауапта сәйкес емес, сонда А жауабы болады. Одан кейін бізде 31-ші есепке келетін болсақ, брондық қозғалыс деген білеміз бізде. Тағы бір қайталап кететін болсақ, брондық қозғалыс ол молекулалардың үздіксіз қозғалысын айтады. Яғни молекулалар әрқашан үздіксіз қозғалып отырады деп Броун деген ғалым айтып кеткен. Ол бізде В жауабында тұр екен. Екіншісі бізде осы 31-ші сұрақтың екіншісі бар, конвекция. Конвекция дегеніміз ол жылу алмасу деп атайды. Яғни ыстық ауа жоғары қарай, суық ауа төменге қарай жылу алмасып отырады. Соны біз конвекция дейміз. Яғни ауа бөлшектерінің ағыны арқылы жылу тасымалдануды айтады ғой. Бізде мынау кемейді, қатты заттан сұйық затқа өту құбылысы, ол бізде дененің қатты заттан газ күйге сублимация, десублимация дегенге кетіп қалады. Заттар өзі орнын ауыстырмайды, тек оның бөлшектері энергия бір-біріне береді. Жоқ, бұл емес. Конвекция С жауабына сәйкес келеді екен. Яғни 31-ші есепте бізде біріншісі В болады, екіншісі С болады екен. 32-де енді 32-ші сұрақтың жауабы. Изобаралық процестерде 100 джоуль энергия беретін болса, осы кездегі газдың ішкі энергиясымен жасайтын жұмысы дейді. Изобаралық кезінде бізде жылу, яғни жылу деген Q-ға тең емес па? Бір бөлігі ішкі энергия, екінші бөлігі жұмысқа кетеді. Яғни ішкі энергиясы да бар, оның жұмысы да болу керек. Белгілі бір мәнде болу керек. Нөлде болмау керек. Немесе барлығы, мысалға, жұмысқа немесе барлығы ішкі энергияға кетіп қалмау керек. Бұл жерде бізде ішкі энергия 40 және газдың жұмысы 60 деген жауаптарды ғана белгілейміз. Неліктен? Өйткені ішкі энергия 0 деп белгілейтін болсақ, газдың жасайтын жұмысы 100 джоуль болып кетеді. Ол кезде бізде изобаралық емес, изотермиялық құбылыс болып кетеді. Неліктен? Өйткені температура тұрақты болған кезде ішкі энергия жұмыс жасамайды. Тек қана осы кезде газдың жасаған жұмысына барлығы полный жылу мөлшері газдың жасаған жұмысына тең болып кетеді. Сондықтан А мен С болады жауабы. Изобаралық жағдайда. 33-ші есепте 33-ші есепте бізде әрқайсысы Q1 және Q2 деген заряд ғой. Әрқайсысы Q1 тең болады Q2-ге деп жазбасақ болады. Өзара әсерлесу арқылы 1 сантиметр слюда қабатымен бөлінген осы денелердің өзара әсерлесу күшін тап деген. Давайте осыны қиып алайық. Кішкене қысарсақ. Q1 Q2-ге тең болатын болса, әсерлесу күшін білеміз біз. Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Екеуі бірдей болғандықтан Q квадрат деп жазсақ болады, бізде. Q квадрат бөлінген R квадрат. 1 сантиметр деп тұрғандықтан, мына жерде эпсилон деген бар сосын. Слюданың электрлік өтімділігін табу керек қой бізге. Осы эпсилон сұрап тұр.
Өзара әсерлесу күші. Екі зарядты вакуумға орналасқанда әсерлесу. Бірінші бүйтіп F деген күшті тауып алайық. Вакуумға орналастырғанда вакуумде бізде электр өтімділігі бірге тең ғой. Сонда бірінші формуласын жазып көрсетейін. Бірге тең болатын болса, мына жерде ені осы формуласы арқылы ашып біздерге 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі q квадрат деген, яғни 4 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесінің квадраты болады. Ол 16 көбейтілген 10-ның минус 16 дәрежесі болады. Квадраттаған кезде. Мынаны квадраттаймыз өйткені. Одан кейін 1 сантиметр слюда деген бізде 1 сантиметр, ол бізде 1 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі емес па? Оны квадраттаймыз. Онда үстіңгі жағынан бізде 9 көбейтілген 10-ның дәрежелерімен жұмыс жасайық. Үстіңгі жағында 9-ды 16-ға көбейтеміз да, көбейтілген дәрежелері қосылып кетеді. Онда минус 9-ды 16-ға қосатын болсақ, бізде минус 7 деген, минус 16-ға. Астыңғы жағынан бізде 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Ол үстіне қарай көтер жүретін болсақ, 9-ды 16-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 144 деген мән шығады. 144 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Плюс дәрежеде көтеріледі. Минус 3 дәреже деген бізде милли деген мәнді береді. Милли ньютон. Яғни 144 милли ньютон деген жауап шығады. Ол бізде В жауабында тұр екен. Екіншісі В жауабына келіп тұр ғой. Біріншісін табатын болсақ, енді бізде вакуумдегі күші осыған тең болатын болса, осы формула арқылы ені тауып алсақ болады. Сонда r квадрат мына бетке кубиті болып өтеді, үстіңгі жағындары бөлу болып өтеді. F көбейтілген r квадрат и бөлінген бізде k q квадрат болады. Үстінде 144 бізде 1 деген жауап шығып кетеді ол кезде. Слюданың бөлінген бізде мынандай күш берілген екен ғой. Онда осыны қоямыз. Сонда 1/8 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі болады. R квадрат деген 10-ның минус 4 дәрежесі болған жоқ па? Жаңа есепте шығарып алдық, е? K деген 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. Плюс 9 екен мына жерде. Көбейтілген 16 көбейтілген 10-ның минус 16 дәрежесі. 9 мен 16 дәрежесі минус 7-ні береді. Жоғары қарай көтерсек, мына екеуі бізде минус 6, минус 7 ол плюс 7 болып өтеді. Дәреже 10-ның 1 дәрежесі қалады. 10-ның 1 дәрежесі. Сандарды есептей саламыз. Үстіне 1,8, астында 9 көбейтілген 16 144 деген мән шықты. 1,8-ді 144-ге бөлетін болсақ, бізде мынандай мән шығады. 0,0125 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі деген. Мына жерде 10-ның 7 дәрежесі болады. Дұрыс деп ойлаймын мен. 10-ны мынаны көбейтетін болсақ, 0,125 деген жауап шығады. 0,125 деген ол 8-ден 1-ді береді ол бізге. 1-ді 8-ге бөлетін болсақ, 0,125 деген. Слюданың электрлік өтімділігі 8-ден 1 деген жауап жоқ екен, е? Негізі 8-ден 1 болу керек. Мына жерде шатасып кеткен сияқты ғой. Сонда бізде 144 милли ньютон, одан кейінгі екінші жауап 8-ден 1 болады. Уже екінші апелляциялық сұрақ. 8 емес 8-ден 1 деген жауап болу керек. 34-35 есепті бірге алатын болсақ. 34-35 есепті бірге шығарайық.
Адам жолдың 1/4 бөлігін 7 метр секунд, одан кейін жүгіріп өтіп, одан кейін қалған бөлігін 2 есе кем жылдамдықпен, яғни 2 есе кем дейтін болса, V1 бізде 7-ге тең, 7-нің жартысы болып тұр ғой, V2. V2 бізде сонда 3,5-ға тең ғой. S1 бізде алғаш 4/1 бөлігі, яғни 4/1 S-ге тең ғой. S2-міз осы S-тен азайтамыз, S4-ге тең ғой. Яғни барлық жолдан 4/1 жолда азайтып тастағанға тең. Сонда бізде 3S бөлінген 4 деген шықпай ма? Екінші жолымыз осыған тең. Орташа жылдамдықтың формуласына сала саламыз. Орташа жылдамдықтың формуласы бізде барлық жолдардың қосындысын, барлық уақыттардың қосындысына бөлгенге тең, иә. Мына жерде екі жолымыз бар бізде, и екі уақытымыз бар. Уақыттар белгісіз, уақыттарды табу үшін не істейміз? S1 мен V1-дің қатынасы, S2 мен V2-ның қатынасы деп уақыттарды тауып алсақ болады. S2 мен V2-ның қатынасы. Үстің жағында S1-міз бізде S бөлінген 4-ге тең. Жылдамдығымыз 7, сонда S бөлінген 28-ге тең болады. S2-міз бізде 3S бөлінген 4-ге тең. 3, мына жерде 2 деп жазып қойыппын, кешірім сұраймын. 3S бөлінген 4, V2 бізде 3,5-ға тең, иә. 4-ті 3,5-ға көбейтетін болсақ, 14 деген жауап шығады. Сонда 3S бөлінген 14 болып тұрған. Орындарына қоямыз. S1 мен S2-ні қоссақ, ол S береді. Жалпы жол емес па бізде? Астыңғы жағында S бөлінген 28 қосылған, мына жерде 3S бөлінген 14 болады, иә. Астыңғы жағын ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 2-ден береміз мына жерден. S бөлінген бізде 2-ден беретін болсақ 6S болады. 6S-ке 1S-ті қосатын болсақ 7S болады. Бөлінген астыңғы жағында 28. 28 жоғары жаққа қарай барады. Сол кезде бізде 28S бөлінген 7S деген болады. S-тер қысқарып кетеді. 28 7-ге бөлетін болсақ 4 метр секунд деген жауап шықты. Яғни орташа жылдамдығымыз барлық жолда 4 метр секундқа тең. Енді 4 километрде жұмсаған уақытын табатын болсақ, просто уақыттың формуласы S бөлінген V ғой. 4 километр дегеніміз ол 4000 метрге тең. 4000-ді 4-ке бөле саламыз деген сөз ғой. Ол 1000 секунд деген шығады. 1000 секундты енді бізде минутпен беріліп тұр ғой. 1000 секундта қанша минут бар дегенді табу үшін 1000-ды 60-ға бөле саламыз. Сол кезде бізде 16 деген жауап шығады. Яғни 16 минут бар. 16 минут деген 16-ны 60-ға көбейтетін болсақ 960 деген жауап шықпай ма бізде? Яғни 16 минутта 960 секунд бар ғой. 960 секунд. Ар жағында тағы 40 секунд бар емес па бізде? 960-ты біз былай жазсақ болады. 16 минут деп. Ар жағында 40 секундта 40 секунд деп жазсақ болады. Яғни 1000 секунд осыған тең. 16 минут 40 секундқа тең. Сонда 4 километрде жұмсаған уақыты бізде 16 секунд. 1 V болады, 2 D болады. Осылай тапсақ болады. 35-ші есепке көшсегенде 4-ші есепті стопқа қойып жазып алсаңдар болады, иә. Өшіре беремін. Түсінбей жатқан сұрақтарың болса, жалпы сұрақ туындаған, болмаса қате кеткен жерлер болса, астына комментарийге жазып жіберсеңдер болады. Мен жауап беремін. Әрқашан жауап беруге тырысамын. Енді бізде кедергісі ұзындығы 4 метр, ауданы 4 мм квадрат болат сымның кедергісі мен кернеуін тап деген екен. Кедергінің формуласы бойынша бізде яғни болаттың кедергі коэффициентін ұзындыққа көбейтіп ауданға бөлгенге тең, иә. Болаттың кедергі коэффициенті бізде 12 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі 10 мм квадрат бөлінген метр екен. Миллиметр квадрат деп тұр. Осы нәрсеге өте қатты мән беруіміз керек. Миллиметрді метрге айналдырып алуымыз керек қой сонда. Миллиметр метрге айналдырсақ 10-ның
минус 6 дәрежесі болады ол. Минус 1 миллиметрде 1000-ға бөлеміз, и квадраттағаннан кейін тағы да 1000-ға бөлеміз, сол кезде миллион болады. Миллион ол оның 6 дәрежесі болады. Жоғары көтерсек, оның минус 6 дәрежесі болады. Мұнда 12 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі деген шығады. Кедергі коэффициенті бізде. И бізде ұзындығы 4 метр деп тұр. 4. Мына жерде 0,4. 0,4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі деген болады. Минус 6 дәрежелер қысқарып кетеді. Осы қысқарып кететін болғандықтан болу керек, по идее. Жақсы. Үстіңгі жағымен қысқартып жіберетін болсақ, мына жерде минус 2 қалады. 4-ті 0,4-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 10 деген жауап шығады. Мұнда 12 көбейтілген 10, көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі болады. 12-ні 10-ға көбейтсек 120, 120 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі, яғни 2 үтір жылжытсақ, мына жерге бармай ма? 1,2 Ом деген жауап шығады бізде. 2 үтір жылжытсақ, дәрежеге 2 қосылады. Мұнда 1,2 Ом шығады. Тоқ күші 2 ампер болған кезде бізде кернеуін сұрап тұр. Кернеуін формуласы тоқ күшін кедергі көбейткенге тең. Тоқ күшіміз бізде 2-ге тең, мына 1,2-ге тең. 2-ні көбейтсек 2,4 вольт деген жауап шығады. Ол бізде мына жерде ампер деп қате жазып қойыпты. Негізі вольт болу керек. Асық шығарған сияқты. Сонда екіншісі А болады. Кедергісі бізде В болады. Біріншісі В болады. Келесі есепке көшетін болсақ, 36-шы есепте Кельвин мен Цельсий шкаласы бойынша қалыпты жағдайда судың қайнау температурасын білеміз біз, ол 100 Цельсий градусқа тең. 100 Цельсий градус Кельвинмен өлшеген кезде ол бізде осы температураны 273-ке қоса саламыз просто, Мұнда 100-ді 273-ке қосатын болсақ, 373 Кельвин деген жауап шығады. Кельвин мен 373, Цельсий мен 100 градус. Ол жауапта Е мен бізде Д-да тұр екен. Д-да емес, кешірім сұраймын, А-да тұр екен. Енді бізде келесі есепке көшсек. Қыздырғыштың ұштарында кернеу берілген, судың массасы берілген, су температурасының өзгерісін табу керек. Бізде не берілген? Заряд берілген. Ең алдымен бізде жұмыстың формуласы білеміз, жұмыстың формуласы Джоуль-Ленц заңдылығы арқылы өрнектеп аламыз. Ол бізде кернеуді көбейтеміз тоқ күшіне и уақытқа көбейтіндісіне тең. Осы жерде кернеуді жазамыз. Бізде тоқ күшінің мәні Q бөлінген Т-ға тең емес формуласы. И көбейтілген Т болады. Уақыт берілмегендіктен уақыттар не істейміз? Қысқартып тастасақ болады. Сонда Q-ді U-ға көбейткенге тең болады жұмысымыз. Екінші жұмысымыз, яғни жылу мөлшері, бізде формуласын білеміз, См дельта Т болады. См дельта Т. Осы жердегі температуралардың өзгерісін тап деп тұр. Онда уақыт емес біздегі температуралардың өзгерісі. Енді біз осы екі жылу мөлшерімен жұмысты теңестіретін болсақ, Q мен A-ны теңестіретін болсақ, бізде формуланы өрнектеп жазып алсақ, См дельта Т тең болады КУ деген. Осы жерден дельта Т-ны тауып алатын болсақ, біз не істейміз? U көбейтілген Q-ды бөлеміз См-ге. Сол кезде бізде дельта Т-ны табатын болсақ, 210 көбейтілген бізде 100 кулон и бөлінген 1 көбейтілген 4200 болады. Үстіңгі жағында бізде 210-ды 100-ге көбейтетін болсақ, 21000, оны 4200-ге бөлетін болсақ, 5 деген температура шығады. 5 Цельсий. 5 Цельсий деген температура шығады.
оны 273-ке қосатын болсақ, бізде кельвинмен айырмашылығы шығады, иә. Ол бізде 278 кельвин деген жауап болады. Осылай 37-ші есебімізді аяқтадық. Келесі есепке көшсек енді. Суретте айнымалы токтың генераторларында электр қозғаушы уақытқа тәуелділік графигі берілген. Осы жерде амплитудасын, периодын және жиілігін. Амплитуда деген xm ғой бізде. Амплитуда ол ең жоғарғы нүктесі. Ең жоғарғы нүктесі бізге 90-ға келіпті, ол 90 вольт болады деген сөз. 90 вольт. Мына жерде кешірім сұраймын. Гармоникалық тербелістер жазып жеттім мен. EM ғой. EM 90 вольтке тең. Одан кейін периоды деген ол бір айналымға кеткен уақыт. Мына жерде 0,1-ге тең, мына жерде 0,2-ге тең, бізде мына жерде 0,3-ге тең, мына жерде 0,4, мына жерде 0,5-ге тең ғой. Кішкене сурет анық көрсетілмей қалған. Яғни бір айналымға кеткен уақыт бізде шеңбер, иә. Мына бір жарты шеңбер болатын болса, мына жерде тағы да жарты шеңбер болады. Осы екі шеңбер біріктіретін болсақ, бір айналымға кеткен уақыт жат. Мына жердегі нүктені қарастырамыз ғой. Толық бір айналымға кеткен уақытымыз осы жерде болады. Периоды сонда бізде мына жер 0,3 болса, мына жер 0,4-ке тең. Секунд болады. Жиілік кернеуге қарама қарсы, иә. Кернеуге деп қойып, периодқа. Онда 1-ді 0,4-ке бөлеміз. 1-ді 0,4-ке бөлетін болсақ, бізде 2-де 5 деген жауап шығады. Яғни 2-де 5 герц болады. Яғни жауаптар 2-де 5 герц, 0,4 секунд, 90 вольтке тең. А, Б, Д деген жауаптар болады екен. Жарықтың дифракциясын енді түсіндіреді. Жарықтың дифракциясы жарықтың толқындық табиғатын алдыңғы неде айттым. Сұрақтарда бізде дифракция деген нәрсе жарықтың толқындық қасиетін сипаттайды, иә. Жарықтың бөлшек болуын сипаттамайды, ол түзу сызықты таралуын сипаттамайды, жарықтың шағылуын сипаттамайды. Дисперсиясы жарықтың дисперсиясын анықтайды деп айта аламыз ба біз? Жарықтың дисперсиясы. Яғни жарық дифракция кезінде шағылуы мүмкін. Мынау под вопросым негізі. Екі жауап болғандықтан негізі қарастыруға болады. Жарықтың сынуы келмейді бұл. Егер жарық сынуын қарастырмайтын болса, дисперсия деген болады. Яғни бір кез келген сәуле бетке тиетін болса, ол жерде шағылады, шағылған әсерінен түске боялады. Осы нәрсені дисперсия деп атайды. Негізі болмауы да мүмкін. Бірақ жауапты белгілей беруге болады. Негізі осы 39-да Е болу керек. Тек қана Е деген жауап. Басқалар келмейді екен. Дисперсия деген болатын болса, жарықтың сынуын алу керек тұғынбыз біз. Сондықтан келмейді деп ойлаймын. 40-шы есепке келетін болсақ, енді оптикалық күші дейді. Оптикалық күші бізде D-ны береді. Экраннан объективке дейін дейді. Бұлай ғой. Нәрсе дейтін болса, мынандай бір майшамды ала салайын. Осының бұлай қарай өлшемі бізде 6, бұлай қарай өлшемі 9-ға тең ғой. Керісінше де істей берсең болады. Так, енді бізде экранға дейінгі арақашықтығы бар. Сосын экраннан кейінгі арақашықтығы бар. Бізде экраннан объективке дейін. Объектив деген нәрсе мына жақтағы бізде бейнесі ғой. Осы жерде бізде қарама-қарсы түрде бейнесі шықпай ма? Оптикада бізде өткенімізді білетін. Яғни осы жердегі кескіннің ені мен биіктігі қаншаға тең деп сұрап тұр бізге. Бізге мына жердегі кішкентай F қашықтық берілген 4 метр деп болатын болса, дене келесі кескін бейнесіндегі өлшемдері қаншаға тең деп сұрап тұр ғой. Оптикалық күштің формуласын білеміз бізде. Фокустан 1, яғни 1 бөлінген F тең болады. 1 бөлінген кішкентай F қосылған 1 бөлінген мына жердегі дененің экранға дейінгі арақашықтығы.
Осы жерден кішкентай d-ны тауып алатын болсақ, 1 бөлінген f-ті теңдіктің ар бетіне өткіземіз, иә. Енді біз 1 бөлінген d дегенді табу үшін мына екеуінің орнын алмастырамыз. Алмастырған кезде мына екеуінің орны алмасып кетеді. Сонда теңдіктің ар бетіне өткізіп алайық. Бірінші 1 алынған болу керек еді ғой. Бірақ бізде жоқ, жазып алсақ, өйткені қазір шатасамыз. 1 бөлінген d тең болады d алынған 1 бөлінген кішкентай f қой. Енді 1 бөлінген d тең болады 5/25 диоптра алынған 4-тен 1. 4-тен 1 деген ол 0,25-ке тең бізде. Мына жерден кішкентай мындай болады екен. Мында 1 бөлінген d бізде 5/25, мынау 0,25 болатын болса, азайтатын болсақ, бізде 5 деген мән болады, иә? 5 метрге тең. Яғни нәрсенің экранға дейінгі арақашықтығы 5-ке тең деп қарастыра алатын едік. Бірақ бізде мына екеуін орнын ауыстырамыз. Осы екеуін орнын ауыстыратын болсақ, бізде 5-тен 1 деген жауап шығады. Мына жерде 5-тен 1 деген ол 0,2-ге тең болу керек. 1-ді 5-ке бөлетін болсақ, 0,2 метрге тең. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай бізде мына жердегі биіктік мына жердегі биіктікке тең ғой. Осылай қарастырып аламыз. Сонда бізде h бөлінген h біреуін тауып алсақ болады. Мына жердегі 9 бөлінген мына жердегі h-ға тең деп қарастырып алсақ болады. F бөлінген d дегенге тең ғой. Бізде үлкен h-та табатын болсақ, мына теңдіктің ар бетіне көбейте қойып өткіземіз. Сонда f бөлінген d деп f көбейтілген h бөлінген d. 6-да 9 деген бізде сантиметрмен берілген. Сантиметрмен берілген, метрге айналдырып аламыз. F деген мәніміз бізде 4-ке тең. Мынау 0,106-ға тең. Бөлінген бізде мынау 0,2-ге тең, иә? Осыны табылдық. Сонда 4-ті көбейтеміз 0,106-ға бөлеміз 0,2-ге ғой. Осы кезде бізде 1,2 метр деген жауап шығады. Яғни мына беті ұзындығы бізде 1,2-ге тең. Енді дәл осы формула арқылы екіншісін тауып алатын болсақ, кішкентай f бөлінген d. Осы жерден де екіншісі, біріншісі деп қарастырсақ, мынаны екіншісі деп қарастырамыз. Яғни еніндегі өлшемі бізде енінде мына жақта 9 болатын болса, ол 0,109 болады. 0,109-ы көбейтеміз 4-ке бөлеміз 0,2-ге. 0,109-ы көбейтсек 4-ке бөлеміз 0,2-ге, ол жерде 1,8 метр деген жауап шығады. Метр күйінде. Яғни 1,2, 1,8 метр болады. Ол жауап бізде еде тұр. Осы метрлерді сантиметрге айналдырсақ, 120 және 180 метр болады. Мұнда F жауабын қабылдайды екенбіз. Осымен біздің тестіміз аяқталды. Түсінбеген жерлерің болса, сұрасаңдар болады. Мына есепті осылай жазып алуға ыңғайлы қойын. Қош, сау болыңдар.